етіп жандырған кім? Жырымен жан сусынын қандырған кім? Өз-өзіне орнатып ескерткішті мұрағып кейінгіге қалдырған кім? Ер тоянып, ойланып ер жеткен кім? Талабын тасқияға өрлеткен кім? Құба жүн, құбақан құм құлағырды, өлеңінің бесігінде тербеткен кім? Әрине, Абай. Оқушылар, Абайды Абай еткен, оның тұлғасын, жан дүниесін, арман мұрадын танытқан поэзиясы. Балалар, бүгін Абай, дара, Абай, дана атты қазақта тақырыбындағы 3-4 сынып аралық мәнерлеп оқу сағатымызды бастаймыз. Абай, 31-ші қара сөз. Естіген нәрсені ұмытпасқа 4 түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы, берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде реверслену керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілік, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратығын нәрселер. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, Абай. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегін екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпар боп мақтанды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылдап сағынып олар ойнай берме. Қайғы келсе қарсы тұрып құлай берме, қызық келсе қызықтан сыртқа ерме. Жүрегіңнің сүңгіре түбін білсе, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Абай, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, тептегі жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен болғанса сөз арасы, бұл ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі аят хадис сөздің басы, қосарлы дайық мысал келді арасы. Тылсымымен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбармен ұналғасы. Базарға қарап тұрсам әркім барар, Абай. Базарға қарап тұрсам әркім барар, іздегені не болса сол табылар. Біреу астық алады, біреу маржан. Әркімге бірдей нәрсе бермес базар. Әркімнің өз іздеген нәрсесі бар, сомалап ақшасында сомалар. Біреу ұқпас бұл сөзді, біреу ұғар, бағасын пайым қылмай аңтан қалар. Сөзді ұғар осы күнде кісі бар ма? Демеймін жалпақ жұртқа бірдей жоғар. Жазған сөз жерде қалмас кескін шақ, біреуден біреу алып елге тартар. Бір кісі емес жазғаным жалпақ жұрт қой, шамданбай ақ шырақты ұқсам жырар. Ей маржанды не қылсың деген сөз бар, сәулесі бар жігіттер бір ойланар. Жазғы түрі, Абай, жазғы түрі қалмайды қыстың күзі, мазатыдай қолпырар жердің жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, ата-анадай елжер күннің көзі. Абай, өлең сөздің патшасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, тептегі жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзге болмаса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы.
ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгіліне кеш сермедім. Болны құрым қалмағымай кім жазалы, қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баламды оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын жиналсын деп бермедім. Өзімде басқа салып көрлесем, қазақта қара сөзге дес бермедім. Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүрген теріс көрмедім. Ғылым таппай мақтанба, Абай. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай аттанба, құмарланып жаттанба. Ойнап босқа күлуден, 5 нәрсеге қашық болып, 5 нәрсеге асық болып, адам болам десеңіз, түнең өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз, талап еңбек керек ой, қанағат рахым ойлап қой, 5 асыл іс көмсеңіз. Ал балалар, Абайдың қара сөзін, өлеңін айтып болсақ, енді мына сөз жұмбақты шешейік. Бұл сөз жұмбақта Абайдың бір өлеңі жасырылған. Сол өлеңін табамыз. Ал балалар. Бірінші сұрақ. Абайдың поэмасы қалай аталады? Масқұт. Абайдың әкесінің аты кім? Құнанбай. Абайдың әкесінің аты кім? Зере. Жаза.